Жүсіп перғауынның түсін жорыған соң, оның жағдайы көп өзгерді. Жүсіп Мысырдың әміршісі болды. Ол Мысырдың діни қызметкерінің қызына үйленіп, 2 балалы болды. Тіпті перғауын Жүсіптің қолына Мысырдың барлық билігін тапсырды. Жүсіп сол билікті өзін кінәлап, түрмеге отырғызған адамнан, немесе өзінің көрсеткен мейірімін ұмытып кеткен адамнан кек алудан гөрі, Мысырдың барлық жерін аралап жүріп, Мысырды дағдарысқа ұшыраудан сақтау үшін қолданды. Жүсіп бұрын перғауынның түсін жорығанындай, Мысырда 7 жыл бойы молшылық болды. Теңіз жағасындағы құм сияқты көп жиналған астықты сақтап қоятын қойма салғызып, жыл сайын жинаған астықтың 20%-ын сақтап қойды. Себебі құрғақшылық басталса, қаншалықты қиын жағдай болатынын білгендіктен еді. Құрғақшылық басталып, 1 жыл, 2 жыл өтті. Айналадағы барлық басқа елдерде де астық таусылды. Тек Мысырда ғана астық болды. Басқа елдерден адамдар астық алу үшін Жүсіпке келді. Олардың арасында Жүсіптің ағалары да болған еді. Өйткені Жүсіптің әкесі Жақып пен оның бауырлары тұрып жатқан Қанахан жеріне де құрғақшылық келгендіктен. Жүсіптің бауырлары Мысырдың әміршісіне бас иіп тағзым етті. Олар Мысырдың әміршісі, өздерінің бауыры, өздері құлдыққа сатып жүрген Жүсіп екенін мүлдем танымады. Жүсіптің жас кезінде көрген түстері естеріңде бар ма? Сол ағаларының бидай баулары Жүсіптің бидай бауына бас иген түс еді. Шынымен ағалары Жүсіпке бас иді. Жүсіп өзінің кім екенін оларға білдірмей, қонақ жайлық көрсетті. Ағалары Қанахан жеріне қайтып кетерде Жүсіп оларға: «Кенже інің бар деп естідім. Келесі жолы оны бірге алып келіңдер» деді. Жүсіп ағалары астық сатып алуға алып келген ақшаларын олардың астық қабына жасырын салып қойды. Осының бәрі Жүсіптің жоспары болатын. Астық алып Қанахан жеріне жеткен ағалары шошып кетті. Олар өздері әкелген астықты жеп бітірген соң, астық алуға қайтадан баратын болғанда қатты уайымдады. Себебі өткен жолы астық алған кезде төлеген ақшалары өздері де білмей қаптарында қайтып келген еді. Сондай-ақ әкесі жақсы көретін кенже ұл Буньяминді алып баруға мәжбүр болғандықтан. Енді ағалары мен інісі Буньямин Мысырға келгенде Жүсіп ұзақ жылады. Ағалары мен інісіне қонақ жайлық көрсетіп, оларды Қанахан жеріне қайтарып жіберді. Ол Буньяминнің астық қабына өзінің күміс тостағанын жасырын салды. Жүсіп жолға шығып кеткен оларға өз қызметшісін жіберіп, күміс тостағанын ұрлап алған адамды ұстауға бұйырды. Осы жолы таңғаларлық жағдай болды. Ағалары інісі Буньяминді құтқару үшін өздеріне қауіпті болса да, Буньяминмен бірге келіп, Жүсіптен Буньяминді жіберуді өтінді. Тіпті Яхуда Буньяминнің орнына өзін алып қалуын сұрады. Енді мүлдем өзгерген ағаларына қарап, Жүсіп көз жасын тоқтата алмады. Сосын ағаларына өзінің кім екенін ашып айтады. Ағалары қатты шошып кетіп, Жүсіптің алдында ауыздарын аша алмады. Сонда Жүсіп: «Сендер мені Мысырға сатып жібердіңдер. Бірақ Құдай өзі мені жіберді. Өмірлеріңді сақтап қалу үшін» деді. Жүсіп ағаларынан әкесін де Мысырға алып келуді ұсынды. Енді Жақып түсінде ғана көріп, ұмытпай жүрген ұлымен кездесетін болды.